Қайырлы күн. Мен Бурабай ауданы номер 8 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Ахметжанова Ардақ Маратовна. Бұл 9 сыныпқа арналған қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша сабақ. Еліміздегі демографиялық жағдай. Ой қозғау жіксу әдісі бойынша жаңа сабаққа дайындық жасау әрекеттері. Қазақстанның демографиялық жағдайдың негізгі кезеңдер туралы білімдерін тексеру және ресурстар арқылы жұмыс. Қазіргі демографиялық үдерістерге тән белгілерді атаңыздар. Халықтың өмір сүру сапасының негізгі көрсеткіштерін атаңыздар. Миға шабуыл стратегиясын пайдаланып, сабақтың тақырыбына бейне көрсетілім көрсету. Адам – планетамыздың баға жетпес байлығы. Тұрғындар географиясы зерттейтін басты нысандар қатарына халықтың саны, оның құрамы, таралып орналасуы мен ұдайы өсу режимі жатады. Бұл мәселені этнография мен демография ғалымдары да зерттейді. Халық саны туралы нақты ақпарат ұйымдасқан түрде жүргізілетін халық санақтары нәтижесінде ғана белгілі болады. Халық санағы келісімді белгілі бір уақыт аралығында өткізіліп тұрады. Әрі, мұндай бір жолға есеп халықтың тууы, өлімі, некелесуі тағы басқа осы тәрізді мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Халықтың ұдайы өсуі адамдардың ұрпақ ауысуы нәтижесінде жүзеге асып, оның саны, жастық және жыныстық құрамы өзгереді. Жер шары халқы алғашында өте баяу өскен. Мұны адамның табиғат апаттарына тәуелділігімен, жиі болған соғыстармен және жұқпалы аурулардың кең таралуымен түсіндіруге болады. Мысалы, 14 ғасырда Еуропаны жайлаған оба дертінен халықтың шамамен 20%-ға жуығы қырылған. 1984-1985 жылдарда болған құрғақшылық нәтижесінде Эфиопияда аштықтан миллиондаған адам қайтыс болды. Өндірістің жетілуі, адамдардың тұрмыс жағдайының жақсаруы және медицинаның алға басуы нәтижесінде дүние жүзі халқы жылдам қарқынмен өсе бастады. Әсіресе 20 ғасырда халық санының айрықша жылдам артуы байқалды. Мысалы, 1930 жылы жер шары халқы 2 миллиард адам болса, 1962 жылы 3 миллиард, 1976 жылы 4 миллиард, 1987 жылы 5 миллиард, ал 1999 жылы 6 миллиард адамға жетті. Қазіргі таңда дүние жүзі халқының саны 7 миллиардқа жеткен. Халық санының мұндай күрт өсуі демографиялық жарылыс деп те аталады. Бұл құбылыста адамның өмір жасының ұзаруы, сәбилер өлімінің азаю жағдайында туу көрсеткішінің өзгеріссіз қалуымен түсіндіруге болады. Дегенмен 1980 жылдардың ортасына қарай халық санының өсуі баяулай бастады. Бұл туу көрсеткішінің күрт кемуімен байланысты болды. Дамыған елдердің көпшілігінде халық санының өсуі тұрақтанып, кейбір елдерде, мысалы Ресейде табиғи өсу мүлде тоқтады, ал Жапонияда туу көрсеткіші төмендеу үстінде. Халықтың ұдайы өсуінің өтпелі түрлеріне келсек, олар туудың орташа мөлшерімен, өлімнің аздығымен және халықтың бірыңғай өсуімен сипатталады. Адамның өмір жасының орташа ұзақтығына елдегі экономикалық көрсеткіш, әлеуметтік тұрақтылық, экологиялық жағдай және денсаулық сақтау жүйесінің қызметі тікелей әсер етеді. Сұрақтарға жазбаша жауап бер. Халық санының азаюы қандай жағдайларға байланысты? Демографиялық жарылыстың себебі неде? Дамушы елдердегі демографиялық жарылыстың туу себептерін түсіндіріңіз. Бағалау критерийлері. Дамушы елдердегі демографиялық жарылыстың туу себептерін көрсетеді. Дескриптор. Дамушы елдердегі демографиялық жарылыстың туу себептерін көрсетті. Ассоциограмма. Еліміздегі демографиялық жағдай деген кезде ойыңа не келеді?
Сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлері және шылаулары ережесін қарап, түсініп, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Бағалау. Оқушылар тапсырма дескрипторы бойынша өз жұмыстарын бағалайды. Бас бармақ тәсілі. Үйге тапсырма. Біздің еліміздегі демографиялық жағдайды жақсарту үшін қандай шаралар жүргізер едіңіз? Тақырыбына 30-40 сөзден тұратын эссе жазу. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.